Кешегі Омар Жалел туралы біздің айтқан видеомыз біраз адамның қытығына тиіпті. Неге? Өйткені олар өздері дұрыстап түсінбеген екен. Олар айтады, билесе не бопты, ода тұрған не бар дейді. Екіншілер айтады, сен біреудің істеген қателігін неменеге жариялап отырсың дейді. Біреулер айтады, жаңа неге оның аяғынан шалып отырсың дейді. Мен сразу айттым сіздерге, біріншіден мен адамдардың жалпы атын атап айтқанды ұнатпаймын дедім. Екіншіден мен бұны не үшін айттым? Кейбір адамдар осының мән мағынасын түсінбеген. Өйткені мен айтқаным ол мынандай хадистен туындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, дін дегеніміз үлкен ғылым дейді. Осы ғылымды кімнен алып жатқандарыңды байқаңдар дейді. Ал Омар Жалел болса көптеген осы дін мәселесінде көптеген сөздер айтып қателесуде. Яғни жаңа Конфуций бір қай ата-бабамыз билеп, өзін би деп атап үкім шығарған. Осындай нәрселерді біз көптеген ойлануымыз керек ағайын. Біз дінді кімнен алып жатырмыз? Кім бізге дінді үйретіп жатыр деген. Құдайға шүкір көптеген міне имамдарымыз, көптеген діни қызметте жүрген көптеген ғалым жігіттер мені қолдап, осы менің сөзімді дұрыс деп айтып жатыр. Сондықтан да сіздер кішкене қараңыздар, ойдың түйсігі қайда жатыр? Дінді кімнен аламыз біз? Омар Жалел сияқты жұлдыз жорамалдап жүрген адамнан ба, жоқ әлде діни қызметкерлерден ба, білімді, ілім алған, дінді оқыған адамдардан аламыз ба? Сондықтан да осы жағын байқаңыздар.